Бүгін жүрекке мұң ұялатқан, тарихқа қанмен жазылған күн. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Бұл тек өткенді еске алатын дата емес, бұл үнсіз қалған миллиондардың үні, жоқтау айтылмай кеткен тағдырлардың зары. Тарихтың ең ауыр беттерінің бірі. Қазақ даласын ашаршылық жайлады. Бір үзім нанға зар болған халық туған жерінен безді. Анасынан айырылған бала, баласынан айырылған ана, шаңырағы ортасына түскен тағдырлар. Қаншама жанның арманы көміліп, қаншама жүрек үмітпен бірге тоқтады. Ал саяси қуғын-сүргін ұлт үшін қызмет еткен арыстардың тағдырын жалмады. Елдің ертеңін ойлаған алаш азаматтары халық жауы атанып, жазықсыз жапа шекті. Олардың жалғыз кінәсі ұлтын сүюі, елінің азаттығын аңсауы. Бүгін біз сол боздақтардың рухы алдында бас иеміз. Өткеннің қасіретін ұмытпау келешекке аманат. Себебі тарихын ұмытқан халық өз тамырынан ажырайды. Тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ. Ол аштықтан көз жұмған сәбидің көз жасы, атылып кеткен арыстың арманы, ананың зарымен келген қасиетті ұғым. Ендеше жазықсыз құрбан болған жандардың рухы мәңгі жадымызда болсын. Ел үшін еңіреген ерлердің есімі ұмытылмасын.